Өмірге ғашық болу. Санжар Керімбай. 4-ші түс. Наурызда шаруа шығып, Түркияға кеттім. Стамбулға ұшатын уақыт өте қолайсыз. Тіркеу таңғы 4-те. Түнімен ұйқы жоқ. Алаңдап жата алмайсың. Кедендегі тексеріс бітіп, темір құс көкке көтерілгенде таңғы сағат 6:30 әзер болды. Самырық құс көктегі ешалаңға бауырын төсеп ұшқанда 2 күндік ұйқы қысып, сылқ еттім. Ұйықтап жатып түс көрдім. Түсімде ғажап іс көрдім. Миғражда жүргендей басқа әлемге еніппін. Төменде теңіз, көкте бұлт көрінбейді. Алтын күміс аралас сансыз жұлдыз ішінде зымырап келемін. Мұнысы несі? Ғарыш кемесіне емес, ұшаққа отырып едім. Ашық орбитаға шығып кеткеннен саумын ба? Әлде экзистенция вакуумы деген осы ма? Деп уайымдап отырмын. Кенет қасымдағы қарт кісі: Шанжархан, уайымдама. Бұл экзистенция вакуумы емес, трансцендентті әлем. Әңгіме дүкен құрмағалық біраз болды. Алаңдамай мағыналы әңгімеге ден қой. Демесі бар ма? Ойбай, бүгін мені танитын. Ойымды қалай оқып қойды деп жалт қарадым. Жанымда бетін әжім басқан Франкл атам отыр. Ой, бір қуанғаным-ай. Шанжархан, мал жан аман ба? Келін жан бала-шаға иман қуатында шауып жүрме деп амандасты. Қолын алып амандық сұрап жатырмын. Қуанған мен қорыққан бір дегендей сасқанымнан: сізде Стамбулға ма деппін. Жоқ, онда нем бар? Саған серік болайын дедім. Онда жақсы болды деп екеуміз хәл сұрасып отырмыз. Бір кезде Франкл атай: қой, мәнді сұхбатқа бет бұрайық. Бұл дүниеде одан өткен қызығы жоқ. Оны біздің елде экзистенциялық коммуникация дейді, деп тақырыпты тереңге тартты. Я, сөйтейік. Шанжархан, білгін келгенін сұрап ал, уақытым аз. Әруақтар әлеміне кеткенше сапарлас болуға Тәңірім ұлықсат еткен. Онда көп созбайық, мынадай сұрақ. Отбасы хрестоматиясы сериясымен 4 кітап шықты. Я, оны білем ғой. Сол 4 кітаптың жаныңызға ең жақыны қайсы? Бірден айтайын, логотерапия немесе өмірге құштарлықты мақтайды деп ойлама. Неге? Өзін-өзі мақтаған өгіз тентек деген атаң қазақ. Парасатты адам өзінің еңбегін мақтамайды. Сау рух рефлексияға мұқтаж емес. Нағыз рухани болмыс басқаның бойындағы мән мен құндылықты көреді. Рух өзін жарнама жасаумен әуестенсе, рухани көзі көр болады. Бұл саған сабақ болсын. Ол қалай? Ол бұлай, тәнде дененің көзі бар. Шекедегі қос жанар осы әлемді барлайды. Ал нологикалық қабатта, яғни рухани өзекте жүректің көзі бар. Құран ұстаған, ұстаз көрген, зікір айтқан мұсылман екенің рас болса, жүректің көзін білуге тиіссің. Еврейдің мұсылманға Құран үйреткені ұят. Олай етсем сағансың деп